Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз өткен жолғы Flippity.net сайты сияқты дәл соған кіріп, енді қалай оларды топқа бөліп сабақ сұрауға болатынын көрсетеміз. Ол үшін дәл осылай кіріп, инструкшнды басамыз. Сол кезде мына жерге оқушылардың атын жазамыз. Мен мысал ретінде есімдерін жазып шығамын, және оларды осы арқылы сабақ сұрауға болады. Немесе керісінше бұл жерге сіз сұрақтарды жазып, сұрақтарды айналдырып, ал оқушыны өзіңіз ауызша айтсаңыз да болады. Бұл да сіздің педагогикалық шеберлігіңізге байланысты. Түрлі бағытта бір платформаны бірнеше бағытта, бірнеше пәнде, әртүрлі жағдаяттарға байланысты қолдансаңыз болады. Мінекей, мен мысал ретінде оқушылардың атын осылай жазып шықтым. Енді біз оны ары қарай астындағы батырманы басамыз. Міне шықты. Енді айналдырайық. Және бұған қараңыз, сіз адамның атын айналдырасыз ғой, сол кезде соған секунд номер, яғни таймер қосып қойсаңыз болады. Мәселен, бір сұрақ қоясыз, ол оған неше секундта жауап береді. Мәселен, бұл жерде Жанеркенің есімі шықты. Жанеркеге осылай уақыт кетіп жатыр, иә? Және болды, міне Жанеркенің есімі кетіп қалды, себебі ол сұраққа жауап берді. Міне қараңыздар, Дидар шықты. Енді сол сияқты жоғарғысындағы батырмаларды көріп тұрсаңыздар, бұларды бассаңыздар, сіздерді жаңағы оқушылардың барлығын топқа бөлуге болады. Мәселен, қараңыздар, оны қалай түсіндіреміз? Мәселен, 4 топқа бөлсеңіздер, адамдардың есімі шығып тұр, оқушылардың. 2 топқа бөлсеңіздер шығып тұр, міне. Осылай 3 топқа бөлсеңіздер, 4 топқа бөлсеңіздер, тіпті осылай алмастырып отыруға болады, кім қай топта болатындығын. Дәл осылай қиналмай-ақ платформаның көмегімен осылай топқа бөлуге болады. Міне, бұл сайт өте оңай, өте тиімді және өте қызық, түрлі түсті дүниелермен көрінген, көмкерілген. Сондықтан бұл сайтты сіздерге қолдануға кеңес етемін. Сайтты сіздерге комментарийге қалдырамын. Назарларыңызға рахмет.